мына ең үстіндегі кәлима мына л ал деп келеді. Мына осындай болса уже кәлима болады. Ла илаха иллаллах деген сөз, мына жерде Мұхаммад деген сөз, мына м х м а д Мұхаммад деген сөз, Мұхаммад. Расулуллахтың расымында салған р с у расу, мына лның астына салып жіберген, бір а л, мына жерде х деген әріп бар, дұрыс көрінбей тұр, х деп құттай болады. Көбіне осылай жазылады, расулуллах деген сөз. Енді мына беріш деген суға келеді. Мына нүктесін салмаған, қызық салған құлпытастарда көп қателер көп болады. Мысалы мына б-ны салмаған, мына р-ны жалғап кеткен, мына жерде жалғанып, сосын ч, бірінші деп оқып отырмын, бірінші. Мына р, мына у, мына г, сосын астына төмен созып жіберген и, руғи деп жазады, руғи. Енді жаңбыршы деп тұр, мына ж деген әріп нүктесін мына жерге салған болу керек. Ж бір нүктесін а кетеді, сосын мына жерде н болу керек, сосын б-ның нүктесі де осы жерде негізі. Мына екі ж-ға да б-ға да бір нүкте салған сияқты болып тұр. Бұндай нәрселер көп болады негізі құлпытастарда. Не салмайды, не салып жібереді, екі рет салып жібереді деген б, сосын сосын у қайда, мына у сияқты жаңбу у, сосын р-ны мына жаққа салған сияқты болып тұр. Мына р, сосын мына ш тұр, ш-ның бір нүктесін мына жаққа айдалаға салып жіберген астына, осылай салып та жіберді. Сосын и-дің мына екеуі, и-дің мына жердегі и-дің несі болуы мүмкін, жаңбыршы. Ж-т, мына а, сосын мына екі нүкте деген и-дікі, мына жоғары жаққа мына и салған ғой, и тайфасы деген сөзі мынандай хамза сияқты нәрсе тұрады көбіне құлпытастарда. Сосын мына ф бір нүкте, ф кішкене төменге салып жіберген а, с-ны астына салған с, тайфасы деген сөз. Ал мынау ның деген сөз, тайфасы ның деген сөз, мына жерде н мен к бар, к-ның н-ның бір нүктесі мұнда салған, к-ның де үстіне кейде бір нүкте салып кетеді. Мына жерде бірнеше нүкте салып берген сияқты болып тұр. Тайфасы ның деген сөз, ың деген әріп береді. Н мен к ың деген әріп береді. Тайфасының мына құттығай деп тұрса, мына қ нүктесін үстіңге салған, мына қ-ның екі нүктені у, сосын мына жерде т әріпі бар, нүктесін мына жерге салған, құтты. Сосын мына ға деген әріп бір нүктесін үстіне салған а, ал мына үстінде тұрған и әріп, құттығай. Енді мен мына бейін деген сөз болу керек деп ойлаймын. Мына б, сосын мына б-ның нүктесін салмаған уже бұл жерде бейін. Енді мына т деп оқып отырмын, мен мына жерде екі нүкте тұр ғой. Мынаның т-ның үстіңгі несі болу керек, т, мына у әріпі болу керек, мына л, төл деп оқып отырмын мен төл. Сосын мына а, б, н деген ибн деген сөз, ибн деп оқылады. Бұны а оқу үшін көбіне а-ның үстінде иірек сызық болу керек. Мынандай жерде иірек сызық тұрса а деп оқисыз. Ал егер мына жерде а мен қасында көбіне и тұрады, а мен и әріпін береді. Егер а-ның қасында у тұрса, мына жерде о, ү деген әріптерді береді. Мына жерде абын деп тұр, ибн бұл оқылады. Ибн деген баласы деген сөз. Мына жерде т әріпі екі нүктесі бар. Мына а үстінде ұзын с болу керек. Сосын мына жердегі екі нүкте, мына жерде т әріпі болу керек. Мына жанына сыймағасын, мына жаққа лақтырып жіберген болар деп отырмын. т, мына жерде м деген әріп бар, мим. Сосын мына жерде р болу керек деп ойлап тұрмын. р, мына жерде немесе бірнеше нүкте болса с болуы да мүмкін. с ма, ш ма деген сияқты ғой. Сөйте ойлап отырмын. Логикаға қосу керек болады, осылай болуы мүмкін деген сияқты. Мынау уфат деген сөз, мынау у бір нүктесі, сосын жоқ, мына екі и-дікі екен ғой жоғарыда, т дедік, т-нікі мына жерде, сосын мына жерде и болуы мүмкін, екі и, сосын м, р, тастемір деген сияқты, тастемес немесе. Мына у-ның нүктесі салмаған, ф мына нүктесі бар, мына жалғап кеткен а, мына төменде тұрған т, екі нүктесі мына жерге салып жіберген ғой. Уфат. Мына б деген әріп бір нүктесі бар, у, мына л деген әріп, мына жерде д бар, жалғанып кеткен болды, үстіндегі и, болды деген әріп, болды.
Мынау енді мына екі нүкте мынанікі яши. Так, мынау яздырды ма? Жоқ. Уфат. Так, қазір. Енді мына екі нүктені т деп есептеген екем. Мына жерде тұру керек қой, сыймай мында лақтырып жатыр. Солай шығар деп ойлап отырмын. Т болса егер мына жалғанып кеткен а, мына ұзын а, мына р болса деп ойладым. Мына жерде н бар сияқты бір нүкте, мына ш әрпі төртінші деп оқып отырмын ғой шамамен. Төртінші деп. Төртінші идің нүктесі мында салып жібергенде болуы мүмкін. Енді мынау и әрпі е а л а н, йылан деп оқып отырмын ғой, жылан деп оқып отырмын. Жылан. Так, төртінші жылан деп оқып отырмын. Мынау енді бір, екі, мынау екі нүкте, мынанікі елда деген сөз ғой. Мына жерде д мен а болу керек. Елда деген сөз. Енді бұл жерде менде қателесу мүмкін. Бұл жерде ребус сияқты ғой. Бір ізбен жазбағасын, құран сияқты бір ізбен жазбағасын. Кейде қателесуіміз мүмкін. Мысалы, Фархат дегенде хат бар деп оқуымыз мүмкін деген сияқты. Сондай қателерім болуы мүмкін. Енді құлыптас оқуға көп тәжірибе керек. Ең басты әріпті жаттап алсаңыз, логикамен жұмыс жасайсыз. Сосын мына бір қарағанда оқылмаса судыртып қоясыз, артынан кейін қарайсыз деген сияқты. Солай оқылу керек, қиын болып жатса. Бәрі соның өзінде. Сосын кей нәрселерден қателесіп кетуіміз де мүмкін. Өйткені бана айтқандай құлыптастарда қателер болады деген сияқты. Сосын бана үстіне мінгестіріп жібереді деген сияқты, кейбір нәрселерді салмай жібереді деген сияқты. Қателесуіміз де мүмкін. Осылай көп тәжірибе жасау керек. Осылай сіз өзіңіз алдағы уақытта оқисыз, сосын маған жібересіз. Осылай ма деп сосын мен түзетемін. Сөйтіп көп тәжірибе керек.